Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы қолжетімді заттардан тұратын, әрі тез жасалынатын, өте дәмді, әрі тәтті сәбізден пирог дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Ендеше пирогымызды дайындап бастайық. Барлық қажетті заттардың мөлшерін видеоның описаниесіне жазып қалдырып кеттім. Ендеше дайындап бастайық. 3 жұмыртқаға шым-шым тұз сеуіп, жұмыртқаларымыз көпіріп, ағарғанша миксердің жылдамдығын арттыра отырып, шамамен 5 минуттай миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамыздың көлемі ұлғайып, ағара бастаған кезде ақырындап, бірден емес, аз-аздап қант себетін боламыз. Егер сіз қанттың барлығын бірден қосып жіберсеңіз, біздің массамыз ұлғаймай қалады және бисквитіміз де көтерілмей қалады. Біздің пирогымыз көтеріліп, әдемі болып шығу үшін қанттың барлығын қосып болғаннан кейінде миксердің ең қатты жылдамдығымен шамамен 5 минуттай осы массамыз ұлғайып, ағарып көтерілгенше миксерлеуіміз керек. Және біздің көтерілген массамызға сұйқымай құямыз. Енді миксердің қажеті жоқ. Ақырындап сұйқымаймен біздің массамыз араласқанша лопаткамен не қасықпен жоғарыдан төмен қарай араластырып аламыз. Әрі қарай қопсытқышымызды саламыз. Алдын ала електен өткізіліп өлшеніп тұрған ұнның барлығын да қосып, көтеріліп тұрған массамызды басып алмай, жоғарыдан төмен қарай ұнымызбен жаңағы қосқан қопсытқышымызды да біркелкі етіп, арасында түйіршіктері қалып қоймайтындай етіп жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді осы дайын болған массамызға үккіштен өткен сәбізімізді де қосатын боламыз және сәбізді де төменнен жоғары қарай араластыратын боламыз. Сәбізді үккіштің ұсақ көзінен өткізгеніңіз дұрыс болады. Енді дайын болған массамызды формаға саламыз. Мендегі 20 диаметрлік форма, 22 диаметрлік формаға да дайындасаңыз болады. Осы уақытта пешті алдын ала қыздырып қою керексіз. Қызбай тұрған пешке салсаңыз, сіздің бисквитіңіз көтерілмей қалады. Және қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Пирогтың піскен-піспеген осындай тұщы қуғыштың көмегімен байқап көрсеңіздер болады. Әрі қарай дайын болған пирогты формасынан шешпес бұрын осылай жан жағын ашып алсаңыз болады. Толықтай суыған соң формасынан шешіп, үстіне қант ұнтағын сеуіп, әрі қарай дәмін тата берсеңіз болады. Біздің пирогымыз өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!